Баршаңызға сәлем, сіздермен Асим. Бүгін сіздермен өте дәмді сырники дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен алдын ала заттарымызды дайындап аламыз. Бізге керегі творог керек. Бұл жерде творог менде үйдің творогы. Шекер қажет, жұмыртқамыз, ұнымыз және де ванилин керек. Ең алдымен творогымызды осылай суынан сығып аламыз әбден. Менде үйдің творогы болғандықтан осылай суы шықты. Егер сіздерде дүкеннен алынған құрғақ болса, бұлай жасаудың қажеті жоқ. Творогтарымыздың әр бірін осылай суын сығып алдым мен. Енді құрғатып алған творогымызды ыдысымызға салып, оның үстінен бір жұмыртқамызды қосамыз. Және шекерімізді қосамыз. Ұнымызды қосамыз. Сосын кез келген ванилинді қосамыз. Бұл жерде ванилин менде 1 ғана грамм. Бұл маңызды емес, әрине қоспасаңыздар да болады. Енді қолымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді осылай қасықпен алып, ас қасықпен қолымызға формаға келтіріп алып, оңға кішкене аунатып аламыз. Осылай ыдыстың көмегімен дөңгелете отырып, форма жасап аламыз. Алдын ала барлығын тізіп қойдым, мен тақтайшаға тізіп жасап алдым. Міне қолдың көмегімен, ыдыстың көмегімен осылай дөңгелете отырып формаға келтіреміз. Барлығын тақтайға осылай тізіп шықтым. Міне менде осы 11 штук шықты. Енді табамызға кішкене сұйық май құйып, алдын ала қыздырып аламыз. Отымыздың астын жай қойып қоямыз. Енді сырникиді осылай табамызға салып, жай отта бетін жауып, 2 шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Оттың астын жай қою керек. Енді астыңғы бөлігі қызарды. Енді екінші бетіне аудара отырып, пісіріп аламыз. Таңғы асқа жылдам жасалатын ас. Және балалар сүйіп жейді. Міне біздің сырникиларымыз қызарып, 2 шеті әдемі болып шықты. Енді тәрелкемізге салып, кез келген тәттімен ұсынсаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер, кеңес беремін. Өте дәмді, өте нәзік сырники болды. Ас болсын.